Жамағат қызық міне тігі юлы СССР шырында сөйлеген сыра шишасы ята буш СССР деп жазған СССР гербі түсірген. Бұл юлы міне тек түсіріп үлгірдім тезгіне. Орақы кесірі есімлі видеоны. Енді подземқа түсіп келем. Басқышта қарасам, анда чекушки демейлер енді. Қазір мерзавчик деп атайлар аны. Мерзавчик деген чекушка ол меніңше 250 ме? А бұл мерзавчик әлі 150, әлі 100 грамм русская валюта деп ғұрурланып yazып қойғанлар енді. Аны енді полякларда ярыштылар енді дүния көлемінде бұл біздікі деп. А Менделеев аны нәрсе тұрып тұралы. Сөйлеп келген Менделеев деп аны ол формуланы шығарған дей, мәселен 40 неге де сол процент орақыға емеш қалғаны сумы нәрсемі деп. Аны орақы дегенні ол де әйтелер. Әлі Республика Татарстан газетінде оқыған бір орыс журналисті жазған. Ол де орақы деп санарға болмайды, ғасырлар бойынша ішкен де. Ол де я хлебный вино деп атылар, я нәрсе де. Орақы де не де бұл орысша айтам енді. Способом промышленной переработки лабораторияда ясала ол де. Ол де орақы деп яңағын әмінетік. Озған ғасырын башындағын әмі шолай әлі анын алдынан тігі ғасырының соңында тек шулай шығара башлағанлар лабораторияда путем перегонки деп нешік шо. Енді міне мен тігі фикірін юғалтырдым деп әйтмеген. Мен әлі шылты орақы басқыштан түше башлағанда шишасын көрдім, бұл шишасын русской валюта деп. Енді түшкен анда екі үт бірсі кішкіне дір-дір келе. Мен айтам, бұл аштыр пісейлерге деген кормны бірсін берген. Шулық тігі келді да бірсі меңа берді, мен де ауырым де, шерлем де, араққа шасын келе, міне де. Мен әлік аларыны ашуым келіп, мен айтам, бізге ярамай, ішуге беріге, ішкен кішіге. Ол кіші бет, іші бітірі. Ашынасын енді оқыдым да, нендей бек ашақы халда болалар еканалар, бек ауыр халда. Енді көп мі сеңа керек? Мен білмем бет не қатылы сенде, мен әде бір неге керекті бір сыра банкысына. Мен айтам, қазір әзірләдім. Ақырында юлға тігі тұтасың. Я суға кісәге кіріп шақсам, онсын. Яреме айтам, қатылсын, қатыл иманардан. Шын айтасы келе. Ол ішкен кіші күн сайын тігі видео қарайын. Видео түгілінде интернетқа кіремді анда. Бір орысша айтмышы серия материал шул тігі орақы ішкен кішілер нешек тоқтай алмай, кімдір ташлаған, кімдір ташылмаған шулар орысша айтмышы исповедь енді татарша білмейм қозғанышқа қарсы ойласам иске түшір әлі. Шул орақыдан шул орақы құрбанлары енді шул язалар шулай оқып қарайсында міне мен айтам, нендей фажиға Хатта міне суықта яталар урамда, ішкенде исірік, ол бет ятатығы бүтінні ағзаларына салқын тия, шынасын. Аны да айталар, никалар де, іштанлары де, шыланы берейді қайсы де. Шынки алар де салқын жерде ятқаш де. Менге бір айтты, они отмораживают почки, потом мочатся под себя де. Что это скеля? Жамағат ол орақы шул тігі бүтән бізген кететірген нәрселер шекілі нетелер екен алар. Башта кіші іше, соңыдан ол іше, ешірақ іше башласа, ол порция жетмейкен, қанағат болмайкен организмі. Бара-бара ансыз яшай алмайды. Ол спиртта де бек көп энергия де, ол де тігі буш, пуста энергия де. Міне мәселен шикарғы нашап тұрғыз. Ол бет буш энергия, анда витамин нәрселер жоқ, шын шекілі белки, углеводы, шыл нәрселер жоқ. Шуа көре, айтасы келе.
ішкен кіші ушул ди тамағы туя шуның белән аракы белән ди. Бер тагы сөйләрмен кызык булса. Шуның белән тамамлыйм әле, тагы кызык нәрсә килеп чыкса. Исән сау торыгыз. Аракыга бирешмәгез. Әйтәсе килә әле бездә менә монда Кама буенда. Мен сукыр веридрем, анда ураза вакытны арак içip, татарлар чыгып җырлап, нәрсә ята, анда Кама эчендә нинди бер плот диләрме, шуның өстендә кафе. Мен тордым да кычкырдым. Татарлар, мәчеткә барыгыз, туктагыз аракысны. Берсе каршы бер сүз әйтмәде шунда. Карап куйдылар миңа. Әйтәм, татары перестаньте глушить водку, мен әйтәм. Идите в мечеть дидем. Әле бер апа садака бергәндә әйткән, алда арты хәерле булсын. Шуңа күрә һәр эшнең алда арты хәерле булсын, җәмәгать. Нинди эш башлыйсыз, бәрбер артын уйларга кирәк. Нәрсә китерә ул? Үзеңне бераз башта тотырга җиңел ул. Мәсәлән, кеше эчмәсә бик сирәк нитсә ул. Ул гел ешрак эчә башласа, үзен тота алмый ул. Ул теге буштан бушка яшел елан дип, зеленый змей дип атамыйлар. Еланны менә пригрел, змею на груди диләр. Шуңа күрә ул эшу дигән үзегез аңлагыз, чөнки аңыгыз бар. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен.